Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге бүгін біз циклдік алгоритмнің не екенін үйренетін боламыз. Жалпы цикл дегеніміз ол қайталану деген мағынаны білдіреді. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерде жазып қойдым. Қайталану. Қандай да бір іс-әрекеттің бірнеше рет қайталануын біз циклдік алгоритм деп атаймыз. Білесіздер, алгоритмнің үш түрі бар: сызықтық, тармақталған және циклдік алгоритм. Яғни циклдік алгоритм ана екі алгоритмге қарағанда күрделірек болып келеді. Және циклдың өзі өз кезегінде екіге бөлінеді: for және while. For ол бізде параметрлі цикл, міне, орындалу саны белгілі дейді, ал while шартты цикл, орындалу саны белгісіз деп тұрмыз. Мына жерде тұрған сурет ол жалпы тақырыптық цикл болғаннан кейін белгілі бір міне стрелка арқылы осылай қайталана беруін айтамыз. Мысалға бізде жыл мезгілдері, иә, қыс, көктем, жаз, күз деген сияқты ары қарай қайтадан қыс болып қайталанады ғой, иә, біздің апта күндері де дүйсенбі, сейсенбі, жексенбі деген қайтадан дүйсенбі керек. Яғни осындай бір қайталану процестерінің барлығы бізде цикл деп аталады екен. Енді соның ішінде біз for параметрлі циклымен бүгінгі сабақта танысатын боламыз. Қалай жұмыс істейді, сол туралы айтатын боламын. Орындалу саны белгілі деген не, орындалу саны белгісіз деген не деген, ол мына жерде тұрған цикл бар ғой бізде көрсетіліп тұрған. Егер біз қандай да бір іс-әрекет 8 рет айналады, иә, 8 рет жүзеге асады дейтін болсақ, онда бізде орындалу саны белгілі ғой, циклдың қанша мәрте айналатыны, иә. 8 рет белгілі болса, 8 рет айналуы бар деп, яғни сол жердегі саны белгілі болып тұр ғой, иә. Онда бізге ол for параметрлі цикл арқылы сол есепті шығаратын боламыз. Яғни орындалу саны белгілі. Ал while-да орындалу саны белгісіз, оның қанша мәрте айналатынын біз білмейміз. Оны біз білу үшін оның қанша мәрте айналуы оның шартына байланысты. Ол қандай да бір шарт қояды, условия қояды, және соған бағынған кезде цикл орындалады да, ал шартқа бағынбаған кезде цикл сол жерден тоқтайды. Яғни орындалу саны белгісіз, алдын ала белгісіз болып тұр. Шарт орындалып, соның нәтижесі байланысты бізде цикл ары қарай орындала береді. Шарт орындалмаған кезде цикл тоқтайды. Сол себепті бізде while шартты цикл деп аталады, ал ол параметрлі цикл деп аталады. Яғни орындалу саны белгілі болғаннан кейін белгілі бір сандардан тұрады. Енді for параметрлі циклы қалай жұмыс істейді? Так, міне қараңыздар, міне for in range деп жазылған. For in range міне for in range деген 0-ден бастап а дейін, кірмейді, иә, оның жазылуы мынандай. For in range 5 десек, онда бізге оның мәні ретінде 0-ден бастайды да, міндетті түрде 0-ден бастайды, егер жалғыз өзі ғана сан болса. 0, 1, 2, 3, 4 деп кетеді. 5-ке дейін, 5-тің өзі кірмейді. Ал енді екі сан берілетін болса, міне а, б деп тұр ғой, онда адан бастап б-ға дейін деген болып тұрады. Б кірмейді. For in range 5-тен 12-ге дейін, міне 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-да 12 бізде кірмейді. Яғни бірінші сан кіреді да, циклдың ішіне 5 деп, ал 12 кірмейді екінші сан. Сосын for in range a, b, c, иә, адан б-ға дейін с қадаммен, аға с-ны қосу арқылы жүзеге асып отыр. Жазылатын кезде for in range 5-тен 21-ге дейін 2 қадаммен десек, яғни 5-ке 2 қадам аттап отырып істейді. Яғни 2 қадам деген 2 қадам қосамыз. 5-ке 2-ні қосасыздар, 7, 7-ге 2-ні қосады, 9, 11, 13, 15, 17, 19 дейді, 19-ға 2-ні қоссақ бізде 21 ғой. Бірақ 21 бізде циклдың аяқталуы осыған дейін дегендіктен кірмейді ғой бізде. Қараңыздар, б кірмейді. Сол сияқты екінші санға дейін 19 болып тұр. Яғни 5-тен 19-ға дейін орындалып тұрады да бізде цикл. Тағы бір мысал, мысалға for in range 5-тен 21-ге шейін 3 қадаммен, яғни 5, 8, 11, 14, 17, 20 дейді. Яғни 5-ке 3 қосасың 8, 8-ге 3 қосасың 11, 14, 17, 20 дейді, 21-ге дейін бізде осы сандар қатарын алады екенбіз. Бұлардың барлығы, сандар қатарының барлығы бізде мына тұрған и-ге тиесілі. И бар ғой, бұл біз и-дің орнына кез келген санды қоя аламыз. Мысалға for kind range деп, for gene range деп, мысалға for бір айнымалының атауы ретінде бір адамның атын, for айна in range десек болады. Яғни бұл жерде бізде мәні осы айға тиесілі мәндер. Қазір мен сіздерге қалай орындалу керек екені туралы айтылды, мысал келтіріп жіберейін. Міне for in range жазамыз. For in range мысалға көрсетейін. 7-ден бастап, жердегі мысалға 5-тен бастап 12-ге дейін десек, сосын барып міндетті түрде, міндетті түрде қос нүкте қойылады. Қос нүкте міне қойылады. Сөйтіп, одан кейін Enter батырмасын басамыз, ол автоматически бізге жерден 4 орынды жылжытып бізге қойып береді. Неге? Біз себебі циклдың ішіне кірдік. Сөйтеміз, циклдың ішіне кіргеннен кейін print деп жазамыз да, print I дейміз. I дегеніміз print деген білесіздер, шығару операторы. Яғни бізде I-ды шығарып бер деп жатырмыз. Яғни шығарып береді.
Иә, бізге мына сандар қатарын алып берді, иә, 5-тен 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деп, бізге қалай шығарып берді? Асты-астынан шығарып берді, иә. Үнсіз келісім бойынша бізде print I деген кезде кез келген нәрсе асты-астына қарай түсе береді. Енді біз оны жанына шығаруымыз үшін AND операторын қолданамыз. AND тең деп сосын барып тырнақшаның ішіне бос орын қойса, осы тырнақшаның ішіне не қойсаң, соны шығарып береді деген сияқты астына. Run модуль дейміз да, сол кезде жанына қарай шығарып береді. AND жанына. 5 аяқталады ғой, сосын оның жанына 6 аяқталған соң 7-ні деген сияқты жанына ұйымдастырып берді. Міне көрсеңіздер, міне 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Егер мына AND-ның орнына біз давайте былай плюсты қойып көрейік. Мысалы біз ана бос орын қойдық қой, иә, бір бос орын арқылы жіберді. Ал енді көрейік. Плюс арқылы қойып береді, 11-ден кейін тағы бір плюс болады деген сияқты. Міне көрдіңіздер ғой, 5, 6, 7. Міне мысалға 5 орындалады и. Одан кейін AND-ға плюс қояды, келесі оператор орындалады, иә, келесі, одан кейін келесі. Яғни плюс арқылы AND оператор сол қызметті атқарады екен. Егер осы жердегі плюсқа просто ешқандай ешнәрсе қоймай, даже пробелді қоймайтын болсақ, онда қараңыздар, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деген бізде жабысып жазылып беріп тұр, иә. Мына жерде біз пробел қойдық, иә, бос орын дейікші, мен пробел деп айтайын, бос орын қойдық. Мына жерде плюсті қойдық, мына жерде уже ешқандай нәрсе қоймағаннан кейін бұлар бір-біріне жабысып жазылып тұр. Бұл әрине ыңғайсыз болады. Енді бізде әрине бір бос орын қою арқылы есептерімізді әрі қарай жалғастыра берсек болады. Мысалға 5-тен 12-ге дейін 3 қадаммен деген есепті шығаратын болсақ, міне. Онда бізге 5-тің өзі кіреді, 12 кірмейді, иә. 5, 5-ке қосасың 8, міне 5, 8, 11. Бізде нәтижесі 5-ке 3-ті қосасыз 8, 8-ге 3-ті қосасыз 11. Ары қарай 12 болғандықтан цикл осы аралықтарды қамтып отыр екен. Енді сіздерге мынаны түсіндірейін. ABC туралы үйрендіңіздер, A плюс С дегеніміз ол бағанағы 3 қадам арқылы қосылып отырады. Енді кері ретпен есептеу деген бар. For in range ABC, иә, A үлкен сан, үлкен саннан кіші санға теріс санмен кері есептеу. Бұл жағдайда уже бізде былай болады. Мысалға, 10-нан 0-ге дейін минус 2 қадаммен деген сөз, ол 10-ға қосасың минус 2-ні. Яғни 10-ға А плюс С арқылы жүзеге асады ғой, бағана жерде тұрғанша 2 қадам қосып отырады ғой. Ал бұл жерде математикалық өрнектеуге байланысты, міне, қазір көрсетейін. 10-нан 0-ге шейін бе? Мысалға, А плюс С арқылы еді ғой, иә? Бағана қадам саны. Ал бізде белгілі болып тұр қалай? 10-нан 0-ге дейін минус 2 қадаммен деп тұр, иә? Егер бізде А үлкен болса бұдан, онда мына тұрған қадам саны теріс сан болу керек. Онда С минус сан болу керек. Теріс, яғни теріс сан болу керек. Мынақа С теріс сан. Осылай болу керек. Сол кезде ғана бізде программа орындалады. Енді қараңыздар. 10-ға біз қосатын болсақ минус 2-ні, иә, математика бойынша қалай болады? Плюс пен минусқа айналып кетеді, 10-нан минус 2 тең бізде 8 болады. Дальше сол сияқты 8 қосылған минус 2 тең болады 8 минус 2 тең 6 деген сияқты ше. Қазір көрейік, бұл 10-нан 8, 6, 4, 4, 2 ары қарай 0 уже кірмейді, иә, екінші сан болғандықтан ол кірмейді. Мына жерге жазып көрейік. 10-нан 0-ге дейін минус 2 қадаммен. Ал енді көрейік.
Бұл жерде біз не шығарып бердік? 18, 6, 4, 2. 0 кірмейді уже. Міне көрдіңіздер ғой? 18, 6, 4, 2. Яғни бізге не шығарып беріп тұр? Жұп сандарды теңеу ретімен шығарып беріп тұр. -5-тен -11-ге дейін -2 қадаммен деген. Міне. Оның нәтижесінде біз қалай алып тұрмыз? 5-тен 11-ге дейін, 5, 7, 9, 2 қадам арқылы қосылған теріс сандар реттілігін алып тұрмыз. Енді біз программаның өзінде жаздық және жазған кезде нәтижесі дәл солай берілді бізге. Міне, -5-тен -7, -9. Енді бұл қалай жүзеге асқаны туралы кішігірім түсіндіріп өтейін. Бұл жерде былай. Қанша? -5-тен -11-ге дейін. -11-ге дейін -2 қадаммен. Бізде с деген ол уже теріс сан болғаннан кейін теңеу ретімен кетеді. Білесіздер, -5 ол әрине үлкен болады -11-ден. Сол себепті бізде с теріс сан болып тұр, яғни бізде құрылған структура дұрыс беріліп тұр деген сөз. Бұл қалай жүзеге асады? -5-ке біз қосамыз -2-ні. Жақшаға аламыз да. Тең -5, плюс пен минус нені береді? Минусты береді, математикадан сөйтіп. Тең болады -7 болады. Дәл солай келесі цикл қайталанады. -7 қосылған -2 тең -7 плюс минус -2 тең -9 береді. Дәл сол сияқты -9 қосылған -2 тең болады. -9-ды -2-ге -11 ғой. Ал бізде мынау 11-ге дейін деп тұр ғой. Бізде. Яғни бізде мынау кірмейді да. Қайсы кіретінін айттым ғой, А всегда кіреді. Бізде мынау А. Жауабы бізде біріншісі кіреді -5, -7, мынау. Сосын -9. Көріп тұрғандарыңыздай бізде осылай жүзеге асады. Енді range функциясы циклдарда белгілі бір диапазонды анықтау үшін өте қолайлы. For and range ABC, бағанағы for and range start, stop, step деген білдіреді. Мынау start деген бастау, өзінен бастаған кезде start всегда өзі кіреді. Stop ол өзі кірмей, stopқа дейінгілер кіреді. Ал step дегеніміз ол қадам саны. Ол үшін ол 3 параметрлі қабылдайды. Бастапқы мән start, соңғы мән stop және қадам step. Міне осыларды біліп алсаңыздар болғаны.